Осындай егерде сіздер фото шақырту жасаған болсаңыздар, оны бір инстаграмға немесе басқа да желіге салатын кезде дәл осылай сала салмай фото қылдырып, сіздер мокапқа салсаңыздар болады, немесе видео ретінде анимация беріп салсаңыздар да өте жақсы. Мысалға, мына нәрсе клиентке кетті делік, мынандай шақырту билеттер. Енді сіз оны аласыз да, мысалға дәл осылай салсаңыздар болады. Яғни дәл осылай салсаңыздар болады. Енді оны қалай жасаймыз? Жасалу жол өте оңай. Сіздер кез келген картинаны табатын боласыздар. Яғни сіздердегі мынаған сәйкес келетін, мына өзіңіз жасаған шақырту билетке сәйкес келетін бір фон табу керексіздер. Қарасаңыздар, мына жақта более темнылау қылдырып жасадым, я. Өзі қазақи стилде, бұл көк біздің туымызға жалпы аспан түстес болып тұрғаннан кейін соған сәйкес келетін біздің Қазақстанның көрікті жерін алдым, я. Енді мына шақыртуға дәл қазір сіздермен бірге жасап көрейін. Pinterestке кіріп фон табайық. Мысалға, мен желтый фон золото деп жасадым. Мына өзімізге ұнап тұрған кез келгенін алып скачать изображение дейміз. Яғни ол сіздегі жаңағы шақырту билетке кішкене сәйкес болып тұру керек. Одан кейін студияға приложениесіне кіріп, мынау плюсик деген батырманы басып транспарент дейміз да, бізге керекті фотоға кішкене тен беріп аламыз. Image деген батырманы басып, бізге мысалға мынау шақырту билетті қойып, астынан shadow деген элементті тауып, angle деген менен кішкене осынау стрелкалар ары-бері қойып, тура ортасына келіп аламыз. Блюрді кішкене көбейтеміз, opacity-ін 100-ге дейін апарып қоямыз. Қарасаңыз, мінекей, тура артынан келе қалды. Осына плюсик деген батырманы басып, ойна птичканы басып, мына жақты басамыз да, save деп сақтап аламыз. Енді кеттік. CapCutқа кіреміз. Новый проекттің үстін басамыз, бізге қажетті фотоны таңдап аламыз, артқы фон болатын. Оны керекті ұзындыққа дейін алып келеміз, ақ сызықты таңдап, міндетті түрде соңындағы водяной знакты удалить етеміз. Енді бізге керекті наложение арқылы фотомызды алып келіп қоямыз. Мінекей, фотоны қойдық. Ыңғайластырып дәл осылай, немесе кішкене ыңғайластырып бұрсаңыз болады. Оны да фонменен бірдейлестіріп, астындағы наложенияның үстін басу арқылы біз кішкене анимация береміз. Анимацияның үстін басып, біз осы міне стикер деген таңдасаңыздар, дәл осылай келіп құрылатын болады. Оның астындағы пауза нокта тарту арқылы кішкене плавно шығаратын боламыз. Дәл осы темпқа сәйкес келетін музыканы да таңдайсыздар. Все. Осы птичканы басып сақтайсыздар. Енді басқа да тағы да анимация беремін десеңіздер, сіздер эффект беремін десеңіздер, менен көбісі сұрайды, атылып атқан фантиктарды бәрін қаяқтан аласыз деп. Оның үшін эффекті видео деген батырманы басасыздар да. Тоже міне золотая лента міне. Шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Как будто біреу бірдеңе атқандай. Мына жақта мына көбелектер бар. Бұны да қазір көп пайдаланып жүр. Мына жақта міне пузырьки бар. Басқаша видео түрленді, я, көрдіңіздер ғой. Pro дегенге барсаңыздар, міне голуби. Көрдіңіздер ғой. Тура осылай алып, сіздер мына видео шығып жатыр. Дәл осылай сіздер де сақтап бөлісе аласыздар. Әдемі шығады ғой. Әдемі.